Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында Арыс қалалық спорт кешенінде еркін күрестен жасөспірімдер арасында социалистік еңбек ері, отан орденінің иегері Арыс қалалық және Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Әуесхан Салықбаевты еске алуға арналған турнир өтті. Арыс қалалық әкімдігі мен қалалық спорт мектебі, сондай-ақ қалалық күрес федерациясының ұйымдастыруымен еркін күрестен 2006-2008 жылы туылған жасөспірімдер арасындағы турнирге республикамыздың түкпір-түкпірінен жалынды жастар жиналған. Шараға қала әкімі Гүлжан Мамытқызы арнайы қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Арыста өскен еңбек майталмандарын біз әркез мақтан тұтамыз. Олардың өмірі мен жүріп өткен жолын кейінгі буынға үлгі өнеге етіп келеміз. Өңірімізден шыққан сондай айтулы азаматтардың бірі социалистік еңбек ері, отан орденінің иегері және Оңтүстік Қазақстан облысы мен Арыс қаласының құрметті азаматы Әуесхан Салықбаев екені бәрімізге белгілі. Осыдан 92 жыл бұрын Арыс қаласында жұмысшы отбасында туған Әуесхан Салықбаев теміржол саласында талмай еңбек етіп, күллі қазақ теміржолшылар арасында зор беделге ие болды. Бүгінде біз осындай тау тұлғалы ердің есімін ұлықтай отырып, жасөспірімдерді спортпен шұғылдануға баулимыз. Олай болса, біздің мақтанышымызға айналған азаматтың атында осымен 35-ші рет ұйымдастырылып жатқан халықаралық турнирге қош келдіңіздер. Айта кетейік, еңбек ері Әуесхан Салықбаевтың есімі Қазақстанның алтын кітабына енген. Теміржол саласында абыройлы еңбек еткен ел азаматы 1979 жылдан бастап зейнеткерлікке шыққанша Алматы теміржол бөлімшесінің бастығы қызметін атқарған. 2 күнге созылатын сайыста 250 спортшы өзара күш сынасып жатыр. 1979 жылдан бері өтіп келеді. Мысалы 90 жылдары союз тарқалғалы өткізілмеген 5-6 жыл себебі дағдарыс уақыты болды. Соған байланысты өтпей қалған уақыттары бар. Содан бері өтіп келеді. Былтыр пандемияға байланысты 1-2 жылдағы өтпей қалды. Мынау енді биыл 35-ші рет ұйымдастырылып отыр. Мынау Өзбек, Қырғызстан командалары пандемияға байланысты келе алмай қалды. Шекара жабылып. Бүгінгі жарысқа 27 команда, 250 спортшы қатысып отыр. Нұр-Сұлтан қаласынан, Алматы облысы, Қызылорда облысы, Жамбыл облысы, және Түркістан, Шымкент қалалары, және Түркістан облысының барлық аудандары қатысып отыр. Енді спортшылардың деңгейі өте жақсы. Құда қаласа бұл жарыс жылдан жылға өз деңгейін жоғары көтере береді деп ойлаймыз. Бұл біздің Арыстағы боз кілемнен Олимпиада ойындарының қатысушылары барлығы осы жерде күресіп, спорт шеберліктерін шыңдаған жігіттер көп. Сондай-ақ жарыс ұйымдастырушыларының айтуынша турнирде 1-ші және 2-ші орын алған жеңімпаздарға Қазақстанның спорт шебері атағына үміткер мандаты табыс етілетін болады. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.